Айырлы күн баршаңызға. Бүгін мен сіздерге баклажаннан рулет жасалу жолымен бөлісемін. Ең әуелі біздер баклажанымызды жуып, барлығын жұқалап кесіп алатын боламыз. Менде 3 дана баклажан, 2 жұмыртқа, 200 грамм панированный сухари және де 150 грамм ұн қажет. Баклажанымыздың барлығын жұқалап кесіп алғаннан кейін, енді біз оны ұнға, содан кейін оны жұмыртқаға саламыз. Ары қарай панированный сухариға орап алатын боламыз. Барлық баклажанды осылай жасап шығамыз. Және де бұларды қызып тұрған майға қуырып алатын боламыз. Міндетті түрде каналыма тіркеліп кетіңіздер, келесі видеоларымды жіберіп алмас үшін. Енді біздер салмасын дайындайтын боламыз. Салмасында менде сарымсақ және де майонез. Оны қуырылған баклажанымызға жағып, салаттың жапырағын, қияр және қызанақ қосып орап қоятын боламыз. Жасалу жолы өте оңай. Астарыңыз дәмді болсын. Міндетті түрде үй жағдайында жасап көріңіздер.